Армысыздар. Тараз қаласы номері 15-ші мектеп гимназиясының информатика пәні мұғалімі Чолбаева Бақыт Абдулғазықызы. Бүгінгі алып отқан тақырыбым оқу процесінде кайдзен технологиясын пайдалану. Мақсаттың арманнан не айырмашылығы бар? Басты айырмашылығы мақсат жоспар негізінде іске асса, арман мақсатқа айналмайынша қиялмен шектеліп қалады. Сондықтан соңғы уақыттар жоспарлау негізін үйрену, сол бойынша әрекет ету үрдісі арта бастады. Солардың бірі кайдзен жоспарлау әдісі. Менің педагогикалық идея фестиваліне ұсынып отырған шығармашылық жұмысым үздіксіз дамуға бағытталған жапон философиясын қалай білім беру саласына енгізіп, қолдануға болатыны туралы баяндаймын. Соғыста қираған Жапонияны қазіргі жоғары деңгейге жеткізген Toyota компаниясын әлемге танытқан қандай құпия екенін білесіз бе? Ол кайдзен жүйесі. Оны үздіксіз дамудың құпиясы деп атайды. Қазір Қазақстанда да осы әдіс көптеген салаларда қолданылып, табысқа жетіп жатыр. Кайдзен технологиясы туралы оқып білгеннен кейін оны жеке өмірге және мектепке білім сапасын арттыру мақсатында қолдана білсек, пайдасы тіптен көп болады деген ойдамын. Мысалы, 2021-2022 оқу жылында білім сапасын арттыруға қандай үлес қосар едіңіз деген сұрақ алдында тұрса, осы кайдзен технологиясын ұсынған болар едім. Оны орындау үшін аз-аздан күн сайын деген қағидамен күнделікті сабаққа тиімді тәсілдерді енгізе отырып, соңына дейін жақсы нәтижеге жету мүмкіндігіне көз жеткізер едім. Алып отырған идеямның мақсаты кайдзен технологиясын информатика сабағына қолдана отырып, тәртіпке деген сүйіспеншіліктерін және жауапкершіліктерін арттыра отырып, білімге деген зейінін дамыту. Міндеттері кайдзен технологиясын қадамдарын анықтау, іс-әрекетті жүргізу барысында ойын түрлерінде берілген тәсілдердің тиімділігін зерттеу. Нәтижесінде оқушылардың сабақ орындау іс-әрекеттерін оңтайландырып, сабақты геймификацияландыру. Кайдзен технологиясының канбан тақтасы әдісі оқушы құзыреттілігін дамытудың қайнар көзі болып табылатын, бақылаушыдан белсенді таным иесіне ауысуға көмектесетін канбан технологиясын информатика сабағында қолдану тәжірибесімен бөліспекті. Канбан технологиясы оқушылардың оқу материалын толығымен қабылдауына, шығармашылық проблемалық және зерттеу тапсырмаларына көптеп ендіруге, бақылау және өз-өзін бақылау қабілетін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Канбан технологиясының жұмыс қағидасы үздіксіз тапсырмалар арқылы жауап сапасын көтеру, арттыру, тұрып қалмау үшін керексіз жұмысты істемеу, тапсырма деңгейлерін жақсарту. Сабақ көрсеткішінің маңызы тек барлық жұмысты орындау ғана емес, сол сияқты оның жылдамдығы. Канбан тақталары процестері қалай жүріп жатқан визуалды көруге мүмкіндік береді. Тақтадағы стикерлерді жабыстыру, мотивацияны арттыру үшін бірден бірнеше орындалған тапсырмаларды тізімге енгізіп, оларды тақтаға аяқталды бағанына іліп қоюға болады. Нәтижесі тапсырмалардың визуалды тізімі болады. Оған қараған кезде оқушы қандай тапсырмалардың шешілгенін және аяқталу сатысында екенін бірден түсінеді. Стикерлерді аяқталды бағанына жылжыту мотивация мен өнімділікті арттырады. Тапсырмалар санын қадағалаңыз. Тапсырмалар аяқталды бағанына көшкеннен кейін жаңа істі бастағандығыз. Бұл оқушыға басқа нәрселерге алаңдамай, белгілі бір тапсырманы орындауға назар аударуға көмектеседі. Біраз уақыттан кейін ол бір уақытта қанша тапсырманы орындай алатынын түсінеді және күштерін тиімді бөлуді үйренеді. Визуалды құралдар оқушыға күнделікті тәртіпті сақтау, уақытты үнемді және барлық тапсырмаларды уақытында орындауды көмектеседі. Оқушыға режим не үшін қажет? Ең алдымен өз-өзін тәрбиелеу және дамуына қажет. Күн тәртібіне оқушыға мақсат қоюға және оған жетуге үйретеді. Бақылау парағы таңертең түстен кейін және кешке не істеу керектігін бейнелі түрде еске түсіру үшін көмектесетін құрал.
Оқушы тапсырманы орындаса, қосу белгісін қояды. Жұлдызшаны немесе сүйікті мультфильм кейіпкер тапсырмаларын тапсырады. Егер келісілген ұпай саны бір аптада жиналса, ата-анасы баласына сыйлық беруі керек. Түрлі түсті сағат. Оқушыға қай уақытта және не істеу керектігін анықтауды жеңілдету үшін сағатқа әртүрлі түсті сегменттерді сызып және қай сегментті білдіретін бояу қажет. 5S қағидасы. 5S қағидасы сұрыптау, тәртіпті қадам, тәртіпті сақтау, тазалықты сақтау, стандарттау, үздіксіз жетілдіру. Бірінші қадам сұрыптауда сабаққа кедергі келетін заттардан құтылу, телефон ойындары, әлеуметтік желілер, қызық емес сериалдар мен кинолар. Екінші қадам тәртіпті сақтау, үлгерімі төмен пәндердің тізімін жасау және жүйелі түрде дайындығын арттыру. Үшінші қадамда тазалықты сақтау, сабақты жасап болған соң үстелдің үстін ретке келтіру, қажет заттар мен олқылықтарды бірізділікпен реттеу. Төртінші стандартизация, яғни жүйелеу, сабаққа дайындық процесін тізіп, дағдыға айналдыру, яғни әр пән сайын бәрін осы құрылған кесте бойынша орындау, жүйе бойынша жүру арқылы нәтижесін көреді. Әр процеске өзгерістер енгізе отырып, кайдзеннің басты мақсаты үздіксіз даму. Жапония экономикалық жағынан әлемдегі үздік үштікке кіретін мемлекет. Оның тұрақты саясаты мен экономикасына үлес қосып отырған білім беру жүйесі. Жапондар балаларын бала күнінен ізгілікке, білімге және ғылымға өнерге тәрбиелейді. Оқушылар кайдзен арқылы сабақтарын оңтайландырады және нәтижесінде оқуға қызығушылығын арттырады.